Ассалаумағалейкум бәріне. Біраздан бері видео шықпады. Өйткені жалпы басты өтетін нәрселерді біз өттік. Мен көрсеттім. Енді жалпы бір проект жасағанда қандай нәрселерді, қалай майда-шүйде нәрселерді қалай қолдануға болады, соны көрсетемін. Мынандай жұмыс істеу алаңында 4 сыздым. Бұл 4 мысалы осындай скетч филет дегенді. Филет, бірақ скетчтер үшін. Алдында басқаша филет бар еді ғой. Бұл бірақ скетчтер үшін филет. Осындай 30 градус қылайық. 30 градусты бұл автоматически жаттап алады. Енді барлық жағымызды бүйтіп 30 градус қылайық. Міне. Бұны өсірейік. Бір 5 миллиметрге өсірейік. Содан кейін өткен уже shell жасайық. Shell жасадық. Енді бұған мынандай center point arc дегенді таңдаймыз. Бұл center point arc. Мындай бір. Бірінші center point емес, бүйтейік. Так. Мынаның үстінен нүкте қойымыз керек. Мынандай нүкте. Бұл нүкте не үшін керек? Қазір айтам. Бұл нүкте мысалы қазір үстінен қарап тұрмыз. Бұны, иә? Бірақ біз қазір жанынан қарайтын болсақ, біз келістіре алмаймыз. Бір сызықтарды жасаған келістіре алмаймыз. Енді келістіру үшін мысалы мынау былай аламыз да тура мұны былай келісетін болады. Көрдіңіз бе? Енді келісіп тұр. Енді бұны тоже ортасынан дәлдеп тесік қойып қойық. Енді жанынан сызайық. Жанынан spline дегенді аламыз. Spline мынау сызықтан мынаған келтіріп, мынаған келтіреміз. Так, осындай дугамыз пайда болды. Енді үстсек, сәл үстсек, былай. Үстіге болады. Енді бізге тағы бір жерден тағы бір тесік жасадым. Бұл тесік мысалы мен мынау жанынан қарағанда жасадым, иә, тесік. Бұл тесік не үшін керек? Мына жақтан алдынан қарағанда бұл тесікке біз сызықтарымызды келтіре аламыз. Қазір көрсетем. Мысалы бұл тесік болмаса, біз оған жабыстырып міне жаңадан plane деген өтіп еді қой, plane жұмыс істейтін алаңды бұны тесікке әкеліп қоямыз. Мына жерге plane point дегенді таңдадық. Жаңа pointті тесігімізді таңдаймыз да, сол жерге өзі жаңа істейтін алаңымыз таянады. Енді right дегенді алып тастайық, басқа алып тастайық. Содан кейін plane мен жұмыс істейік. Енді бізге plane мен жұмыс істеу үшін мына жерге
Так, мына жерге бірінші плейн емес, немен істейік. Бүйтіп мынаның бетінен бізге тесік дайындап қоюымыз керек. Былай. Бір тесік. Екінші тесік. Енді плейннің бетіне жұмыс істейтін болсақ, 3-point arc таңдасақ, дұрыс емес. Так, 3-point arc. Енді мынандай бір зат шықты. Бұл зат, мысалы, мышка. Жаңағы компьютердің мышкасын, Apple'дың мышкасы түрінде жасағым келеді. Енді fill дегенді көрсетейін. Fill деген таңдайсыз. Fillді қайда жасайтынын таңдайсыз. Содан кейін таңдап, бұлай таңдаймыз. Көріңіздер, fill. Мынаның беті жабылып қалды. Бірақ бізге бетті жаппау. Guides деген сызықтар, проводник деген сияқты ғой. Проводник сызықтарды көрсет дейді. Мен бұлай көрсетсем, көрдіңіздер, жабылып қалды. Бұлай көрсетейін. Сосын бұлай көрсетейін. Так, істемеді. Неге істемеді? Бір-біріне қосылған емес пе? Мысалы, мынауымыз бұны қазір үстіп тұр. Енді біз тағы гайд ретінде мынаны қойсақ. Precise, sampled десек, мені екінші гайдты қойсақ. Так, осындай болып, sample size. Так. Так, негізі precise жақсы істейтін еді. Істемей қалады кейбір кезде. Show ISO curves. Так, хорошо. Пока былай істейік. Енді бұны кішкене қалыңдатайық. Алып, 3
3 миллиметрге қояды. Қызық мышка шықты, иә? Так, осындай мышкамыз шықты. Осындай мышкамыз шықты. Өзгеше бір мышка болды. Сонда мынау fill деген жаңағы жан-жағында сызықты таңдайсыз, сол сызықты толтырады. Гайдты қоссаңыз, сол гайд бойынша жаңағы көмектесуші жол бойынша жаңағы бір алаңда көмектесу жолы болса, сол жолды қайталап жабады, толтырады яғни. Осылай сөйтіп мышка жасауға болады. Бүгінге сабағымыз тамам. Сау болыңыздар.